Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, жылдам дайындалатын бауыр қосылған тойымды салаттың жасау жолымен бөлісетін боламын. Бұл салатты 5-ақ минутта дайындауға болады. Сондықтан осы рецепті соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдырып, және де менің инста парақшама және де YouTube каналыма тіркеліп алуды да ұмытпаңыздар. Ол үшін достар, бізге ең бірінші осындай қайнатылған, алдын ала пісіріліп, суытылған бауыр керек болады. Осылай жалпақтап бөліктерге бөліп, оны осылай жіңішкертіп, ұзыншақ бөліктерге бөліп тураймыз. Достар, осылай барлығын бір келге етіп турап дайындап алдық. Енді осылай салатымызды араластыратын ыдысымызға салып, біртіндеп жинаймыз. Енді бұның үстіне жаңағы салат жапырағымызды тураймыз. Бұны да осылай көлемін бір келге етіп, ұзыншақтап турап аламыз. Неке достар, енді келесі кезекте алдын ала пісірілген осылай жұмыртқамызды турап шығамыз. Бұның да көлемін осылай жаңағы бір көлемде ұзыншақ етіп тураймыз. Неке достар, енді осылай тура осы көлемде ұзыншақ етіп қиярымызды да тураймыз. Барлығының көлемі байқағандарыңыздай бір келкі болады. Неке достар, барлығын турап болдық. Енді үстінен осылай жүгерімізді саламыз. Енді осының үстінен әрине қалауыңыз бойынша чипсы салсаңыз да, керешки салсаңыз да болады. Неке салып дайындап алдық. Енді бұның үстіне татымына қарай тұз қосамыз. Енді бұның үстінен майонезімізді салып, толықтай араластырамыз. Достар, неке араластырып дайындап жатырмыз. Өте дәмді, жылдам дайындалатын салат. Сондықтан сіздерге осы рецепт арқылы барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Бұл салатты әрине қонақ келердің алдында ғана жасау керек, себебі мұнда құрамда керешки болғандықтан, чипсы болғандықтан ертерек жасап қойсаңыздар, ол езіліп кетуі мүмкін. Неке достар, осымен біздің салатымыз дайын болды. Осындай жылдам дайындалатын салатты сіздер міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздің мерекелік дастарханыңыздың көркін ашатыны сөзсіз. Сондықтан, егер сізге рецепт ұнаған болса, немесе видеоның соңына дейін қараған болсаңыз, лайк басып, комментарий қалдырып, менің YouTube каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.